Дәрігер керіліп созылудың пайдасын айтты. Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Ортопед травматолог Рашид Сайдов таңертең ұйқыдан тұрғанда және жұмыс кезінде ұзақ отырғаннан соң керілу зат алмасуды тездетуге және бұлшықет тонусын жақсартуға көмектесетінін айтты. Біз ұйықтап жатқанда ағзадағы зат алмасу, қан айналым сияқты барлық процестер баяулайды екен. Бұлшықеттер толығымен босаңсып, күн ішінде алған жүктемелерден демалады. Оянғаннан кейін керілгіміз келуі табиғатқа тән дүние. Сол арқылы біз алдағы жүктемелерге дайындалады екенбіз. Бұл әрекеттің арқасында бұлшықеттер белсендендіріледі. Бұл тамырлардағы қан ағымын ынталандырып, метаболизмді, яғни зат алмасуды жеделдетеді. Дене оттегімен және басқа да қоректік заттармен белсенді қанағатын болады. Ал жұмыста ұзақ отырған кезде бұлшықеттер жұмыс істемей, қан айналым баяулайды екен. Қарапайым керіліп созылу бұлшықет тонусын жақсартуға және қан айналым жылдамдатуға көмектеседі. Осы ретте дәрігерлер ояна сала тез қимыл қозғалыс жасамауға кеңес береді. Тез, жылдам қимылмен тұрып кету адамға күйзеліс тудырып, бас айналдыруы мүмкін екен. Сондықтан да таңертең төсектен бірден тұруға асықпау керек. Оянғаннан кейінгі алғашқы минуттарды сабырмен керіліп, созылып алған дұрыс екен. Сонда дене жұмыс көңіл күйіне бейімделіп, өзіңізді жайбарақат сезінетін боласыз. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Деніміз сау болсын.